Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі өте керемет печенье дайындайтын боламыз. Жұмыртқамызға қант ұнтағын қосып, араластырып, су майымыз бен сары майымызды қосып, кукуруз крахмалы мен ұнымыз, разрыхителімізді қосып, нанымызды илеп аламыз. Қосатын қоспаларымыз үй температурасында болуы керек. Нанымызды біріктіріп, бір қалыпта иленгеннен кейін домалақтап жайып, бір қалыпта етіп кесіп алатын боламыз. Кесіп алған нанымызды сопақша формаға жасап шықтым. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызды жасай берсеңіздер болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бірдей формаға келтіріп, пергамент қағазына төсеп, вилкамен үстінен басып шығамыз. Духовкамыздың қызуына қарай 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қазақстан шоколадын ерітіп, печеньеміздің шетін сала отырып, әрлейтін боламыз. Мен кокос ұнтағын үстіне септім. Печеньеміздің дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер.